Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай шарлотка пирогының рецептімен бөлісемін. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, мен каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сіздерге көптеген рецепттермен бөлісемін. Алдымен бізге керек заттар: жұмыртқа, сұйық май, құмшекер, айран, қопсытқыш, ұн және 2 алма керек болады. Алдымен жұмыртқамызды жарып, оған құмшекерімізді салып, миксердің көмегімен шамамен 5 минуттай миксерлейміз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап қатты жылдамдығына дейін көбейте отырып миксерлейміз. Біздің жұмыртқамыз бен құмшекеріміз міне осындай аппақ болып шығады. Оның үстіне сұйық майымыз бен айранымызды құйып, тағы да 1 минуттай миксерлейміз. Ендігі кезекте ұнымызға қопсытқышымызды салып, екеуін бірге араластырып алып, електен өткізіп қосамыз, қыздар. Мұндай електен өткізсек, біздің пирогымыз көтеріліп, жақсы көтеріліп, әдемі болып шығады. Онда 2 бөліп өткіздім. Бұны да араластырып алып, ұнымыз әбден біріккенше араластырып аламыз миксермен. Міне менде тестам дайын болып шықты. Осындай теста шығады бізде. Ендігі кезекте кальцияның астына осындай фольганы төсеп алып, осыған тестамды салдым. Қыздар, сіздерде бұндай кальция болу міндетті емес. Кәдімгі табаға, үйде жасап жүрген табаларыңызға істей берсеңіздер де болады. Менде 20 диаметрге қойдым. Енді осы тестамыздың бетіне алмаларымызды орналастырып шығамыз. Алдымен алманың осындай қажет емес жерін кесіп алып тастап, осындай жұқалап турап аламыз. Менде 1 алманың өзі жеткілікті болды. Міне видеода көргендеріңіздей барлық алмаларды осылай орналастырып шықтым. Егер қыздар, сіздерде тістеніп, желініп қалған алмалардың қалдықтары болса, майдалап турап, тестамен араластырып пісіріп жіберсеңіздер де болады. 180 градуста 30 минут қысып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне қыздар, менің пирогым пісіп шықты. Піскенін осылай таяқшамен тексеріп аламыз. Біздің таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Сонда біздің пирогымыз толықтай пісті деген сөз. Міне қыздар, мен пирогымды сіздерге кесіп, ортасын көрсетіп жатырмын. Пирогымыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецепттермен бөлісемін. Каналыма жазылып, лайк баса кетіңіздер, қыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.